Allah Teala ayette ya eyyühennebiyyu ya eyyühennebiyyu kul li azvacika ve banatika ve nisa'il mu'minine yudnine aleyhinne min celabibihinne zâlike adna en yu'rafne fela yu'zeyne ve kânallahu gafurur rahime деген Ahzab suresinin 59. ayeti түсті. Ne деген? Ve ardaқты пайғамбар, yani ey Muhammed, жұбайларыңа, қыздарыңа, және мүминдердің жұбайларына, және олардың қыздарына, мүмін мұсылмандардың жұбайларына, және олардың қыздарына, былай деп айт. Үйлерінен шыққанда және бөтен ер кісілердің алдында жеңіл киімдерінің сыртынан ұзын әрі кең киім кисін дейді. Ұзын әрі кең киім кисін дейді. Бұл олардың иманды да арлы әйел баласы ретінде танылуына және нақақтан нақақ ар намыстары тапталып қорлық көрмеу үшін, анаға көрдіңіздер ме? Орамалды әйел нақақтан нақақ не істелінбейді дейді, ары тапталмайды дейді. Оның астында не шығады? Ашық қыз нақақтан нақақ тапталады ары. Қорлық көрмеу үшін дейді, ана қараңыз. Қорлық көрмеу үшін дейді. Дұрыс па? Зорланып жатқан қыздар кімдер қазір қоғамда? Ашатын жерінің бәрін ашып тастағаннан кейін оны еркектік нәпсі бар, шайтан бар, оны зорламай кім зорлайды енді мысалға? Көрдіңіз ба? Алланың діні, айтсаң, орамал деп айтсаң не дейді? Арабтың әңгімесін айтпаш бізге дейді. Арабтың дәстүріне, қазақтың кейші онда кимешек ки, кәдімгі орамал тақ. Оны да қатырмайды. Айтыр бірдеңе айтып құтылып шығып кетеді ана жерден. Қорлық көрмеу үшін қолға алынатын ең лайықты іс дейді орамал. Әуретін жабу әйел адамның ең лайықты іс дейді. Сол әйел үшін, әйел үшін. Әйел қорлық көрмеу үшін, намысы тапталмас үшін дейді. Оранып тұрған әйелдің басы жабық, бұты жабық әйел қай жеріне қарап сен шахуатын қозады? Алла мүминдерге өте кешірімді, ерекше мейірімді дейді. Міне Ахзаб сүресінің осындай аяты түседі. Серік Мақұлбекұлы деген ақын бір ағамыз бар осы қазақ. Сол кісі айтады да жаңағы, анау мынау деп әңгіме айтатындарға. Құранға қарсы шығып халқым оңбас дейді. Құранға қарсы шығып халқым оңбас. Оңбайсың ба? Аятқа қарсы шыққан адам оңбайды ешқашан. Аллаға қарсы соғысу бұл ешқандай жеңіспен аяқталмаған ешқашан. Әрдайым жеңіспен аяқталады. Құранға қарсы шығып халқым оңбас дейді. Өзен боп жанарлардан сарқырар жас. Ақыр түбі сені Құранға қарсы шыққандығың жанарыңнан сарқыратып тұрып өзен сияқты жасты ағызады дейді бір күні. Орамал тағу жат елдің дәстүрі емес. Алланың бұйрығы бұл талқыланбас дейді. Алланың үкімі талқыланбайды, орындалады болды. Неге олай, неге бұлай деген нәрсе Алланың үкіміне жүрмейді ол. Алланың бұйрығына жүрмейді. Көрдіңіз ба? Қандай керемет төрт жолдың ішіне бір шумаққа тығып жіберген. Қазіргі жағдайды айтып. Және айтады, байқап ал, байлайтының кім бағыңды? Бұрған жөн жақсылыққа тіл жағыңды. Біл қазақ орамалды сөккеніңде шайтанның сөзін сөйлеп тұрғаныңды дейді. Орамал туралы әңгіме айтып жатсың ба? Орамалға қарсы шығып жатсың ба? Онда сен таза шайтанның әңгімесін айтып тұрсың, таза шайтанның әскері болып тұрсың осы тұрғанда. Дәл егер де солай өтсе, орамалға қарсы шығып, Алланың үкімдерінің қайсысына болса да қарсы шығып, өмір бойы солай өтетін болса, ол дүниеде азабын татады бірінші. Екінші, ақыретте оны тәубе қылмаса егер, онда Алла Тағаланың ұзақ азабы күтіп тұр оны. Шариғат Алланың діні, пайғамбардың әкелген сүннеті саллаллаху алейхи ва саллям, бұда тек қана жақсылық бар, хайыр бар, береке бар, болды. Адам қашан біледі оны? Қашан батпаққа батып кіргеннен кейін барып біледі оны. Сондықтан айтады ғой, ашық қыз көшеде өскен жеміс сынды дейді. Ашық қыздар жеміс сияқты көшеде тұрған. Көрінген қолын созып ала алатын дейді. Кетіп баратып қолын созып алып кете береді көрінген. Алла Тағала осының барлығынан сақтады. Еркектердің жүрегінің таза болуын, көрген әйелді көрген кезде